Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын десерттің жасалу жолын ұсынамын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, оңай жасалатын десертті сізде жасап көріңіз. Осы видео қызық болса соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар қант, сүзбе, банан, сүт және ванильді қант. Ең алдымен ыдысымызға сүзбені саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Ванильді қантты саламыз. Оның үстіне сүт құямыз. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Келесі кезекте блендермен жақсылап еземіз. Менің каналымда басқа да десерттің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Енді бананды бөліп саламыз. Сонан соң біркелкі болғанша блендермен еземіз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Осымен десертіміз дайын. Әдемі ыдысымызға саламыз. Қалауыңызша бетін әртүрлі қылып әсемдеуге болады. Қатырылған таңқураймен әсемдеймін. Сонан соң шоколадты үкіштен өткізіп саламын. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын десертіміз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Дәмі тіл үйіретін, оңай жасалатын десертті сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.